Керемет хабар! Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. 2024 жылдың қаңтарынан болашақ зейнеткерлерге қосымша зейнетақы жарнасы төленеді. Болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленеді. Бұл туралы үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтты, деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Зейнетақы мөлшерін арттыру және жүйенің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жыл басында базалық және еңбек зейнетақыларының мөлшерін есептеу параметрлері өзгертілді. Саралап көтеру тетігін қолдану нәтижесінде ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері 21%-ға дейін өсті. Бұл зейнетақысы төмен зейнеткерлерге үлкен әлеуметтік қолдау болды. Ал болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленеді, деді министр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.